Сәлем достар! Плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздерге қызанақтың құрамы және қандай дәрумендерге бай және қызанақтан қандай ерекше тағам жасауға болатыны жайлы айтатын боламын. Бастамас бұрын менің каналымды тұрақты көріп жүрген көрермендеріме ризашылығымды білдіргім келеді. Сіздерге Алла разы болсын. Ал тіркелусіз көріп жүрген көрермендерім 92,6% екен. Сондықтан құрметті көрермендер, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Біз күнделікті қолданатын қызанақ қандай дәрумендерге бай? Қызанақтың құрамы В1, В2, В5, В6 және А, Е, С сияқты дәрумендерге бай. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ қандай ауруларды емдеуге қауқарлы екенін айта кетейін. Псориаз, экзема сияқты түрлі тері аурулары кезінде күніне қызанақтың кем дегенде бір жемісін жеу ұсынылады. Содан кейін теріде оң өзгеріс бола бастайды. Айтпақшы, қызанақ түрлі маскалар жасауға да тиімді. Қышқылдығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет жарты стақаннан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, депрессия және нашар көңіл күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам депрессиялық жағдайға тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Қызанақ катарактының алдын алады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жастың ұлғаюымен пайда болатын катарактадан қорғалады. Өйткені қызанақтың құрамында В2 рибофлавин дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәруменді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндеріне көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротиннің көп болуына байланысты қызанақты тағамдарды жиі қолданатындар көздерінің өткірлігімен мақтана алады. Күнделікті тағам ретінде қолданып жүрген қызанақтың пайдасы мол екенін енді біліп жүретін боласыз. Сондай-ақ қызанақ шырынының қандай пайдасы бар? Қызанақ шырынының пайдасы мол екенін бұрыннан белгілі. Ертеде қызанақ шырынын хан сарайларда халық көсемдері мен қадірлі қонақтарға берілген екен. Ал оның қаншалықты пайдалы болса, соншалықты зиянды екенін көпшілік біле бермеген. Қызанақ шырыны құрамында крахмал және концентрантты қант болмаса, ең пайдалы әрі құнарлы. Қоспасы жоқ сусын құрамында магний, кальций, натрий, минералды заттар А, В, С, К және П дәрумендері және шырын алма, лимон, қымыздық қышқылдары бар. Жазда бұл сусын шөл қандырса, қыс мезгілінде бойдағы температураны бір қалыпта ұстауға ықпал етеді екен. Шырын жүрек қан тамырлары мен бойдағы қан айналым жұмысын жақсартады. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Тері қабатын жұмсартып, шаш, тырнақ өсіміне тікелей ықпалын тигізеді. Қызанақ пен оның шырынының құрамында ликопен бар. Ол ағзаны зиянды ісік ауруларының талшықтарынан қорғайды. Сондай-ақ қызанақ шырыны семіздікке жол бермейді. Қызанақ шырыны анемия, көз аурулары, жүйке ауруларының алдын алады. Алайда қайнатылған немесе консервантты қызанақ шырынының пайдасына қарағанда зияны көбірек. Оны көп мөлшерде пайдалану өт және бауыр жолдарында тастардың жиналуына жол береді. Сондықтан да жарамдылық мерзімі 3 айдан асатын шыны ыдыстағы қызанақ шырынына көп әуестене
бермегеніңіз дұрыс. Асқазан ауруларына шалдыққан жандарға қызанақ шырыны көп мөлшерде қолданылуға болмайды. Әсіресе асқазан жарасы, гастрит, панкреатит ауруларымен ауыратын жандар үшін қызанақ шырыны қауіпті болуы мүмкін. Қызанақ шырынын үйде жасауға болады. Ол үшін қып-қызыл болып піскен қатты қызанақтарды жуып, оны сыртқы қабатынан ажыратып алыңыз. Екіге бөліп, шырын сыққыштан өткізіңіз. Дайын шырынға бір шай қасық тұз қосып, 10-15 минуттан кейін пайдалануға болады. Сондай-ақ қызанақпен бірге шырын сыққышқа алма, лимон, асқабақ, сәбіз қосуға болады. Араласқан шырындар өте пайдалы. Күнделікті таңертең және ұйықтар алдында бір стақан қызанақ шырынын ішкен абзал. Таңертең шырын адам бойына сергектік бітірсе, кешкілік жанға тыныштық сыйлайды. Қызанақ шырынын ас алдында да ішуге болады. Алайда оны құрамында көп мөлшерде ақуыз кездесетін тағамдармен араластырмаған жөн. Қызанақтан жасалатын қандай ерекше тағам түрі бар деп ойлайсыз? Ол қызанақ тосабы. Қызанақ тосабын жасау үшін 1 килограмм қызанақ, 1 килограмм қант, 2,5 кесе су, жарты шай қасық ванилин керек. Тосапты жасап көрсеңіз, өте дәмді болып шығады. Тосап қайнату үшін мөлшері бірдей ұсақтау қызыл қызанақтарды іріктеп алыңыз. Ол үшін жарақатталған, езілгендерін алып тастаңыз. Жарайды дегендерін жақсылап жуып, тосап қайнатылатын тегенеге саласыз. Қанттың үстіне су құйып қайнатылады да сироп дайындалады. Ол тегенедегі қызанақтардың үстіне құйылады. Сөйтіп, бір тәулік беті жабылып тұрады. Осы мерзім өткеннен кейін сиропты бөлек құйып алу керек. Содан соң сәл қайнатылып, қайтадан қызанақ үстіне құйылады. 3-ші күні осы операция тағы бір қайталанады. 4-ші күн дегенде тегенедегі қызанақтар сиробымен қоса бәсеңде отқа қойылып қайнатылады. Қайнап жатқан кезде ауық-ауық көбік алынып тасталынып отырады. Қайнағаннан кейін ванилин қосылып араластырасыз. Өз мерзіміне жеткен соң алып суытып қолдана беруге болады. Айтылған кеңестер пайдаларыңызға жарасын. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Арнамды жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.